Бүгін біздің тәжірибеміз тақырыбымыз Жанартаудың ақ қылауы деп аталады. Жанартау деген бұл төбесінде ойысы бар тау, оның ішіне газ көбірек жиналғандықтан қысым болады да, ол сыртқа шығып осындай көріністі көре аласыңдар. Яғни сыртқа шығып атқылайды, ішінде қысым көп болғандықтан. Ішінен газ, күл, неше түрлі қоқыстар шығады. Бұл таудан төмен қарай аққанда өте қатты ыссы болады. Бұл ыссы болады, бұл адамдарға, жануарларға өте қауіпті. Яғни адуынды деп Жанартау деп атаймыз. Адуын деген сөзді қалай түсінесіздер балалар? Ол ашулы. Ол ашулы да, адуын деген ашулы тау екен. Шетіне аққан жаңағы қалдық заттардан кейбір адамдар күкірт жасайды екен. Бұл Жанартау көбінесе жұқа, әлсіз жерлерде пайда болады. Ол күл ыстық болғандықтан адамдарға өте қауіпті, бірақ жері өте қолайлы болады екен, жері құнарлы болады екен. Малдарға, қойларға жайылуға өте құнарлы болып келеді екен. Ал енді балалар, тәжірибемізді бастаймыз ба? Сіздер үшін қызықты ма? Қазір біз Жанартау жасап көрсетеміз, Алдымен бізге керегі, мынау не балалар? Баклажка. Су құямыз. Осыны ортаға қоямыз. Оған қандай су құямыз? Ысқылтым жылы су құямыз. Толтырмай, 3-тен 4 бөлігін ғана құямыз екен. Қараңыздар. Толтырмай, бойына шығамыз. Жақсы. Енді балалар. Мынау не зат балалар? Сода. Қандай сода? Нан тұрсақ, нан содасы да. Бұны бізде осы суға не істейміз? Саламыз. Қағазға төгілу үшін өстіп саламын. Салдық па? Нан содасын? Енді балалар, қолымызда не бар біздің? Не мынау? Бояғыш. Бізде қызыл бояғыш екен, Біздер оны көбінесе мамаларымыз не пісіргенде қолданады? Дұрыс айтасыңдар да? Торт пісіргенде қолданады екен. Оны да құйып қояйық. Салайық қоямыз. Екіншісін тағы қоямыз. Осы жарап қалады бізге. Енді балалар, мынау немен қолымда? Құм. Енді қандай тақырыппен таныстық ма? Сіздерге ұнады ма тәжірибе жасау? Біз нені қолдандық Жанартау жасау үшін балалар? Нелерді қолдандық? Айтам, су, сосын? Сосын нан содасы? Сосын не керек? Құм, сосын? Бояғыш, Жақсы, біз жасап көрдік па? Бізде шықты ма Жанартау? Енді сендер Жанартау не екенін білдіңдер ма? Білдік. Жақсы, рахмет.